Саламатсыңдар ма балалар? Математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы пікір. Пікірлердің ақиқаттығы және жалғандығы. Бүгінгі сабақта математикалық мазмұндағы пікірлер құрастырып, олардың ақиқаттығын және жалғандығын анықтайсың. Балалар, экранда көрсетілген сурет бойынша ақиқат пікірлер құр. Үтікті қосып қойып, басқа іспен айналысып кетуге болмайды. Газды жағып, ашық қалдырып кетуге болмайды. Орманға саяхатқа барғанда отты сөндіріп кету керек. Үлкен кісілердің көмегінсіз электр тоғын қоспа. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Пікірлерді оқып, олардың ақиқаттығын немесе жалғандығын анықта. Өрт кезінде 101-ге хабарлас. Бұл ақиқат. Өрт кезінде үйде жасырыну керек. Жалған. Өрт тілсіз жау. Ақиқат. Өртті өрт сөндірушілер сөндіреді. Ақиқат. Өрт сөндіргіш құралды қол жетпейтін жерде сақтау керек. Жалған. Есіңде сақта, егер пікір ақиқат болса, онда теріс пікір жалған болады. Ал егер пікір жалған болса, онда теріс пікір ақиқат болады. Емес, екендігі жалған сөздерінің көмегімен пікірлерді жоққа шығаруға болады. Олай болса, келесі тапсырмаға назар аударамыз. Жоққа шығар ойыны. Екендігі жалған сөзімен аяқталатын пікір құр. Дельфин орманда сүреді, екендігі жалған. Яғни, дельфин орманда өмір сүрмейді. Әтеш ұша алады деген пікір, яғни ұша алады екендігі жалған. Бұл жалған пікір. Әлия балмұздақты ұнатпайды. Жалған пікір. 4-2-ге бөлінбейді. Бұл жалған пікір. Тауықтың 4 аяғы бар. Жалған. Театрда адамдар спортпен айналысады. Жалған. Мысық тышқанды ауламайды. Жалған. Келесі тапсырма жұптық жұмыс. Әр есепке лайықты сызба мен теңдеу таңда. Қала мен ауылдың ара қашықтығы 210 километр. Студент қаладан ауылға бару үшін алдымен 50 км сағат жылдамдықпен жүретін автобусқа отырды. Қалған 60 км жолды ол жол жөнекей кездескен мәшинемен жүрді. Студент автобуспен қанша сағат жүрді? Бұл есепке сәйкес келетін теңдеуді белгілеп көрейік. Яғни 50 мен x-тің көбейтіндісіне 60-ты қосамыз, тең 210. Ал оған сәйкес келетін сызба, ең жоғары тұрған сызба, яғни А нұсқасына сәйкес келеді. Олай болса, теңдеуді шешіп көрейік. Бұл теңдеу күрделі теңдеу. 50 мен x-тің көбейтіндісіне 60-ты қосамыз, тең 210. 50 мен x-тің көбейтіндісі тең 210 мен 60-тың айырмасына. 50 мен x-тің көбейтіндісі 150-ге тең. Яғни біз күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдыру үшін 210-нан 60-ты азайттық. Ал енді x-ті табу үшін 150-ді 50-ге бөлеміз. X тең 3. Демек, студент автобуспен 3 сағат жүрді. Ал енді тексеріп көрейік. X-тің орнына 3 санын қоямыз. 50 мен 3-тің көбейтіндісіне 60-ты қосқанда 210 болады. Балалар, есептің ә нұсқасын өз бетінше орындап көр. Сен зерттеушісің. Ойлан және жауап бер. Шыншыл үнемі тек шындықты айтады, яғни дұрысын айтады. Ал өтірікші үнемі өтірік айтады, яғни жалған сөйлейді. Өтірікші мен шыншылдың әмиянында монеталар бар. Олардың не айтқанын оқы және әр қайсының әмиянын тап. Шыншыл айтады, менің әмиянымда барлығы 5 монета бар дейді. Өтірікші айтады, менің әмиянымдағы ақша 100 теңгеден кем емес дейді. Олай болса, біз өтірікшінің сөзіне сүйене отырып, оның әмиянын таба аламыз. Ол айтып тұр, менің әмиянымдағы ақша 100 теңгеден кем емес деп тұр. Яғни, демек, оның әмиянындағы ақша 100 теңгеден кем.
себебі ол өтірікші. Сондықтан да бірінші тұрған әмиян өтірікшінің әмияны. Ал екінші тұрған әмиянда 5 монета бар. Және ол жерде монеталар 100 теңгеден артық болып тұр. Бұл шыншылдың әмияны. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.